заман да қиын болды ғой, бірақ қиын болғанмен бір-бірін сүйреп жатқандар болды. Оғыз ауаны қарап жатқандар болды. Мен өзім қатты қиналдым. Мен содан қартайдым, табыл үшін қартайдым деп айтуыма болады. Апырай, мынау қалай болды? Тек Алматы, аузында Алматы, аузында сондағы жігіттер, сондағы жүрген әңгімелер, сондағы жазушылардың өмірбаяны, батыстікі болсын, арқанікі болсын, оңтүстіктікі болсын, солтүстіктікі болсын, солардың аузынан қалған әңгімелер. Алматыға бір анда-санда бір барып келгенде жігіттермен кездескен кездегі әңгімелері, соның барлығы. Сосын бұл өте шежіре болды, жастығына қарамай. Сен қазір ұлы жүзің кім, қайдан шығады, орта жүзің қайдан шығады, кіші жүзің қалай тарайды, соның барлығын кәдімгі шемекші шағып отыратын шежіреші болды. Барған жерінің бәріне соны сұрастырып біліп жүретін, сондай бір мықты қазақтың кәдімгі тамаша ақылгөй деп айтайық, ақылгөй кәдімгі сақалының ұшына ел үйретіндей ақсақал болатын жігіт еді. Сондай бір кішкентай бір өмірдің бір құттай сәттері болмаса, ол ешқандай жақсылық көрген жоқ. Секен Тұрысбеков келді бір неменен, іс-сапарменен. Индер ауданына келген Алматыдан біреу келсе, оны Табылды өзі сұрап алады. Кім келе жатыр? Сәуле, Рампейса, мысалы Айгүл болсын, Секен болсын, Есенқұл марқұм Жақыпбеков. Оны да Индерге жіберген кезде, облыстағыларға звондап, маған келсін. Есенқұл екеуі түнімен әңгіме айтып, небір өмір баяндарын бір-біріне таныстырып. Есенқұлдың әңгімесін барып, маған айтады, маған келіп. Екеуміздің ауылымыздың ара 70 шақырым болды. Жалғыз қалды, көп жалғыз қалды ғой, ұзақ жыл жалғыз. Сол жалғыздыққа берілмеуіне, қиналып кетпеуіне деген сияқты септігін тигізген баланың біреуі сол. Оның бір жағындағы ғұмырын қалпына келтіру, жарынан айырылды, енді көп оның тағдыры дейтін өте қиын. Ол елде жүріп, анандай ішке болып сыймай жатқан, болады арыммен жарып бара жатқан, анандай жерде ғұмыр сүріп, соншама ол жарылып кетті Табылды негізі. Мен өзім солай ойлаймын, ол жарылып кетті. Бомба жарылады ғой, сол сияқты жарылып кетті. Болмайтын болды ғой. Көрдіңіз бе? Енді жан-жақтан қоғамдық басқалай бір әсерлер, қысымдар барлығы да бар. Ол жарылып қалды, жарылып кетті. Сосын айналасының бәрінде тек соңғы сәттерде, соңғы бір 7-8 жылдың мағдарында оның айналасында кілең ғана қайғы болды. Анасы кетті, ағасы кетті, інісі кетті, қайын-жұртынан кетті, атасы кетті. Осы садақаға барудан қол тимей кетті. Кейде кәдімгі біздерді шақырып, Мұхтар досым екеумізді кейде, ай бір келіңдер шағаларым, тіпті садақадан қол тимеді ғой, ең болмаса бір екі садақаның арасында бір көңіл көтеріп алайын деп шақырған кездері болды. Бақтықожамен қарым-қатынасы ол ең әуелі Иманғали келді, Атырауға әкім болып келгесін Иманғали бұны бірден қолдады. Обалы не керек, азамат жігіт қой енді. Бірден қолдады, көп көмек жасады. Тіпті бір стипендиялар тағайындады өнерпаздарға. Үлкен көлемде енді Атырау енді мұнайлы астана дейміз, ақшасы бар ел ғой. Сондай ол жалғыз Табылдыға емес, бәріне жаңағыдай тағайындап, сосын Табылдыға соның ішінде бас өнерпаз деп басқалай да көмектер беріп жүрді. Сөйтіп жүргенде Иманғали қайтадан Астанаға шақыртылып, қайтадан кетіп қалды. Кетіп қалған кезде Табылды тағы да қараусыз қалды, былай қарағанда иесіз қалды деуге болады. Ана Бейбарысқа арнаған өлеңі, сол Бейбарысқа арналған өлең, сол Иманғалиға арналған өлеңі кітабында бар ғой. Кімді күтті екен Бейбарыс деп бітетін бір өлеңі бар. Содан кейін Бақтықожа ағамыз біздің Орал облысына, Батыс Қазақстан облысына әкім болып келді. Сол кезде енді өзі Оралға жақын жүретін адам. Сол келіп кетіп жүргенде сол Бақтықожа ағамызбенен хабарласып тілдесіп, сосын Бақтықожа ағамыз оған, ал сен онда елдің бәрі бір ел емес пе, мен де келіп отырмын, ал сен де кел деген сияқты әңгімелер айтқан, бірақ тағы да жаңағы ата-ана кемпір шал оған ыңғай бермеген. Одан басқа Оралға барып тұрғанда мүмкін қандай жағдай болар еді дегендей.
Сол Бақтығожа ағамыз үлкен көмек жасады. Оралда жүріп, ақ сол табылуға біраз көмек жасады. Астанаға дейін алып барды. Фариза апамыздың марқұм кешіне де апарды. Өзінің де кештеріне үлкен кәдімгі марғасқа бір аузына ел қараған азаматтардың арасына отырғызып, мынау менің інім осындай белгілі сазгер, бір бағы ашылыңқырамай жүр, жолы болыңқырамай жүргені болмаса, бұдан мықты әнші жоқ, бұдан мықты ақын жоқ, бұдан мықты азамат жоқ деп барлық жерде жариялап айтып жүрді. Енді Бақтығожа ағамыз тірі ғой. Менің сөзім өтірік айтқызбайды ол кісі маған. Бір кешін өткізе алмай қалды Атыраудың басында. Ол да бір елге деген өкпесі ішінде жүрді. Өздеріңіз аудандық деңгейде өткізіңіздер деген нұсқау беріліп, индерде өткізіңіздер деген кезеңде жаңағы оны табылды үшін тар еді ол. Шындығында да тіпті облыста бірде-бір кеші өтпеген адам ғой енді. Соған қысылды. Оның сценарийін бәрін дайындап қойды өзі қолыменен. Кім қалай, қай жерде қашан шығады. Мысалы Сағынтай ағам қашан өлең оқиды. Жас келең мына өлеңді айтады. Мұсағали мен Аманғалидың монологын домбырамен айтады. Сосын соңынан бәріміз шығып жаңағы достарға деген өлеңменен қоштасамыз деген керемет сценарий. Тіпті әлгі бүкіл әуелменен жетегіне дейін бәрін жасап қойған нәрсені Атырау жасатқан жоқ. Бұл имандай шындық. Сол балаға да соққы болды, бірталай соққы болды. Индерге ол жасағысы келген жоқ. Себебі индердің мәдениеті өзінің қолында тұр. Концерттің бәрінде әйтеуір анау қазір индердің ең құрығанда, индердің қазір әнұранына айналған өзінің ендерім менің, кеңдерім менің деген ән ол күнде орындалып жатыр. Енді қазір өлгеннен кейін, өткенде біз жақында Дендер ауданына өнер сапарымен барып келдік. 150 адаммен. Ақжайық ауданы, Жұбан елі. Көрші ауданбыз, жаңа мәдени, рухани байланыс дегендер болады ғой бір сондаймен. Сонда барсақ, Табылдың жаңағы қақ ортаға үлкен қылып кәдімгі әнұран. Қазақ елінің әнұранын ұқсатып жазып қойған. Кезінде сол әнұранды шыққан кезінде олай не жиі айтылып, не осылай осының әнеді мынау Табылды досым, мынау осының авторы деген оны құрметті ол көрген жоқ. Мысалы анау жалғыздық беді, қандай ән еді анау жалықтым, жабықтым, жаңықтым, төбемнен төбеді тамық төнеді тамық түн, қарадым мен оған терезесінен табыттың деп келетін бір әні бар. Өте бір мұңды ән. Ол бір жалғыздықтан жапа шегіп, Айгүл келін қайтыс болып, 2 айлық Айнамкөз қазір тұрмыста 2 баласы бар. 2 айлық баланы анасы, марқұм анамыз жалғыз ешкінің сүтімен, жалғыз ешкі, басқа мал жоқ. Сонымен асырап өсірді. Сол кезеңдерде қиын кездер, 90 жылдардың басы, 94, сол 93-94 шамасы болу керек деп ойлаймын енді. Менде бәрі жазулы, қазір дәл есімде жоқ. Сол кезде туған ән өзі кейде маған келеді. Қазір ол деген ар жағында 70 шақырым ауылда тұрамын. Шөпке келеді, жаңа бір қызыл сиыр бар, бұзауымен сосын манағы Айнамкөздің сүт беретін ешкісі бар. Сол екеуіне шөп керек деп келеді. Сол кезеңде жаңа мені тастамай үйге алып жүрші, сәке жүріңізші, менің қасымда бір 2 күн. Шөпті апарайық, түсірейік деген сылтау. Мен енді қаншама жұмыстарым бірдеңелерім болса да, әйтеуір содан сатылып, қалай болғанда да сол Табылдың қасынан табылуға, соны жалғыз сыратпауға сол тырыстым.